Міне жаңа біз көршісіне келдік. Ол да білетін бар екен. Апке? Осы жақында туындаған құбыжық туралы не айтарыңыз бар сіздің? Елдің бәрі шуылдап жатыр. Өзім итім де жоғалып кетті міне. 4 күн болды бүгін, 4-ші күн. Жақсы болар еді сол не екенін анықтасақ, осы ауылымызда сондай бәле пайда болды бізді. Қойымызды да, тауығымызды да асырап отырмыз міне. Қойымызды да қырып баратыр мына, итім де жоқ, көршілердің де қырып жатыр міне. Білмейміз енді мына сенсабет не болып енді бір шара қолданса деп отырмыз енді. Өзімізде түнде ғой бұл іс болатын, біз ұйықтап жатамыз. Біз ештеңе көрген жоқпыз, өліп қалып жатыр бәрі. Енді сіздер де бір шара қолданып, бір көмек берсеңіздер жақсы болар еді. Не екенін анықтап, қандай хайуан екенін. Қазақстанда бір мақұлық шықты. Сондай жаңалықпен бүгін мен ояндым. Қараңдар келесі видеоны. Әзіл деп ойлап қалмаңыздар, шын болған нәрсе екен қазір. Қазір енді осыған қатты кірісейін деп жатыр, істеп қарап ше, дроннан істейін деп жатыр. Енді біреулердің жүгерісінің ортасына жай істеп алып жатып, тұрып кеткен жайларда бар екен, суреттері бәрі. Қазір сол ауыл Амангелді Жақыпқа айтып яқып кетті де қазірге. Әзіл емес, шын арада әзілдеп түсініп қалмаңыздар. Қазақстанда бір мақұлық шықты деп жатыр. Оны енді менен басқа зерттейтін кім бар екенін білмеймін. Келесі видеода көресіңдер. Қазір ана Амангелді деген ауылдан түсіріп апты, біреу көріпті, бір ужасный нәрселер болып жатыр дейді. Молдовдар бар, әкімшіліктен бар, бәрін шақырдым. Ана итінің жүрегі жарылып өліпті енді, соны көріпті. Сен қарауыл жүгір байланып барғанда көргені. Ол әлі өзіне келе ма жүр көрген нәрсе. Қарауыл ма? Қарауыл. Басы, құстың басы дейді, қанаты бар дейді, бірақ адам ұстап жүріп кетіп жатыр дейді. Bir sensasyon жасап Енді оны көрген айтып жатыр. Ne çıksa da gelesini çıkarttım. Yani o değil o sonuçta.